Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тіл сабағы тақырып қазіргі сән деп аталады. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жады мен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып түзету және редакциялау. Ендеше балалар, қазіргі сәннің мәнін түсіну үшін тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Адамдардың жасына қарай киіну стилі де өзгереді. 14 пен 20 жас аралығы өмірде өз талғамын, өз стилін іздейтін уақыт. Бұл жаста өзіне ұнағанын киіп, бір стильмен екінші бір стильдегі киімді үйлестіріп кие береді. Сәнге айналған алқаны мойнына асып алып, аяғына ашық түсті не тізеге дейін шұлық киюде мүмкін. 20 ғасырда сән мен костюмге айтарлықтай әсер еткен ағым эклектизм болды. Эклектиканың басты белгісі стильдер қосындысы. Мысалы, романтикалық және спорттық стильдің үйлесімді байланысы. Әлемдік сән мінбесіне жібек, табиғи тері және жұқа шифон, қамқа және қарапайым ағылшын твидінің модельдері көтерілді. Жаңа стильдердің пайда болуы мен қарқынды дамуына қарамастан, классикалық стиль бұрынғыша маңызын сақтап қалды. Классикалық стильге ағылшын стилін, шанель, джинсолық, кантри, теңізші стильдерін жатқызуға болады. Мәтінді тыңдап болсақ, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма тыңдалым мәтінінен бір негізгі ақпаратты, екі қосымша ақпаратты анықтаңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтіннен негізгі бір ақпаратты анықтайды. Екінші, мәтіннен екі қосымша ақпаратты анықтайды. Бұл тапсырмада барлық балл 3 балды құрайды. Яғни әр анықтаған ақпаратыңызға 1 балдан беріледі. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіндегі орфографиялық қателерді тауып, қайта түзетіп жазыңыздар. Балалар, біз бұл оқу мақсатымен бұған дейінгі сабақтарымызда да жұмыс жасаған болатынбыз. Яғни орфографиялық қателер, бұл орфография, яғни дұрыс жазу ережелерімен жазылмаған, яғни орфографиялық норма сақталмаған жағдайлар. Дұрыс жазу ережелері сақталмаған жағдайды біз орфографиялық қателер деп атаймыз, иә? Осындай орфографиялық қателерді тауып, мәтіннен қайта түзетіп жазуларыңыз керек. Қыс мезгілі де жақындады. Қыс мезгілін Әлихан жақсы көретіндіктен жылы кеудешелеріне мен қалың жемпірлеріне шығара бастады. Ал сен қай мезгілді жақсы көресің? Балалар, дескрипторға назар аударыңыздар. Бірінші, әріп қателерді анықтайды. Екінші, қате жазылған жалғыз есімді табады. Үшінші, дұрыс жалғанбаған жалғауларды анықтайды. Яғни, қате жалғанып тұрған, сөздері бір-бірімен байланыспай тұрған жалғауларды анықтап, сіздер дұрысын қоюларыңыз керек. Төртінші, сөйлем соңына қойылмай қалған тыныс белгіні анықтайды. Қай жерде тыныс белгі қойылмай қалды? Қандай тыныс белгі? Оны мәтінді түзетіп жазған кезде қоясыздар. Яғни мәтінде барлығы 7 орфографиялық қате бар. Оның әрқайсысына 1 балдан берілгенде барлығы 7 балды құрайды. Ендеше балалар, тапсырма орындауларыңызға сіздерге сәттілік. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін
міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі